Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода Бомба жолы 4-ші бөлімін түсіретін боламын. Бұл бөлімде біз деген ГИБДД-да номерлер ашатын боламыз. Менің қолымда 777.777 рубль бар. Осы ақшаның бәріне казахский номерлер ашамыз. Видеоның соңына дейін қарап кетіңдер. Ал мен көстелеме видеоны бастаймын. Ал егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді Ставрополь, яғни 63-ші серверге шақырамын. Серверге кіргеннен кейін /promo деп жазып, менің Гера деген промокодымды жазатын болсаңдар, сендерге үлкен бонустар береді. Кеттік, ал жеге номерлер айналдыратын боламыз. Менің қолымда осыншама ақша бар, бағана айтқандай. Енді давай кіреміз. Мына жақта украинский, российский, белорусский, казахский. Давайте украинскийдан бастап бір айналдырып шығайық. Для везения дейді ғой, короче. Жолымыз болып кетсін. Все. Ал кеттік достар, айналдыруды бастаймыз. Казахский міне 010 236 505 980 жоқ. Оппана міне 660 06 дейді. Аны нөлдің орнына 6 болғанда вообще смело алып кететін едік. Моя тема номер болатын еді. 666 06 болатын еді ғой. Әрмен қарай жалғастырамыз достар. Пока что нормально түсіп атқан жоқ. 3 ені көріп қалдым, көрдіңдер ма? Бірақ та 3 саны бірдей болу керек. Опана, 333 ең бірінші номеріміз. Все, қалтамызға саламыз. Енді бұны бар ғой, біз деген менде далада бар ғой, бір Гранта деген машина бар. Ойба, Гранта деп ғой, Лада Веста. Міне осыны шығардым да, енді бұның багажнигіне осы 333 деген номерімізді салып қоямыз. Енді тағы да номерлер ашамыз. Тағы да осы жаққа бәрін жинай беретін боламыз. Видеоның соңында қандай номерлер жиналғанын көрсетемін. Әрімен қарай жалғастырамыз достар. 546 411 077. Мұнау негізі теріскі да? Так, аламыз алмаймыз. Так, пока керек емес сияқты анау. Нөлдің орнына тағы да жеті болғанда, осындайлар қаптап кетті ғой, Негізі әдемі номер. Так, айналдырамыз. Повторитті басып отырамыз, бірақ та қазір дерскі номер түсіп қалғанда повторит дегенді басып қалмау керек достар. Бір кнопкаға құның дейді ғой. Жалғастырамыз. Дерскі номер түсіп кетсе екен, кәдімгі 3 әріпі бірдей, 3 саны бірдей болса, вообще тема болатын еді достар. Осы жерден видеоны аяқтап кетеміз ғой, ондай болатын болса ше. Так, айналдыр. 777. Әңгімесі отқанда сразу 777 түсіп кетеді ғой, әрине алып аламыз. Әрмен қарай жалғастырамыз достар. 688 94 735 бағанағыдай резко әңгімелетіп отқанда күштісі түсіп кетсе екен, 777 деген сияқты. 697 014 099 570 дейді. 570-ің машинасы болғанда Lexus 570 соны қойып қоятын едім. Так, айналдырамыз. Айтпақшы, бізден қалтамызда қанша қалған екен? Ақшамыз бітіп атпасын, қазір 534 мың рублей қалыпты. Пойдет достар, әлі көп айналдыруға шанс бар, күшті номерлер түсіріп алуға ше. Так, айналдырамыз, жалғастырамыз әлі де. Так, 750 052 554 945 464 дейді. Пока что нормаль номер түсіп атқан жоқ. Уже 1 минут болды ғой, мына кнопканы басып отырмын, нормально номер түскен жоқ. Опаны 667 06 дейді. Достар, аламызда қалай ойлайсыңдар? Давай, мен алғым келіп тұрмын, 667 дегенді өздерің білесіңдер қандай сөз екенін. Және де регион 06. Алдым міне 12 мыңға. Стоза тәги достар, міне 365 мың рубль қалыпты. Әрмен қарай жалғастыра берейік достар, айналдырып. Достар, анықтап қарап отырыңдаршы, қандай номерлерден өтіп кетіп жатырмын. Өйткені мен деген повторить дегенді басып қоюым мүмкін, көрмей қалып ше. Байқамай қалып басып кету мүмкін. Сондықтан комментарияға жазып отырыңдар, сол минутты белгілеп, осындай номерден өтіп кеттің деп, повторить дегенді басып қоймау керек, тек қана дерскі номер түсіп атса. Так, айналдырамыз достар. Байқамай басып қойдым. Ладно достар. РРР дегенді көрдіңдер ма? Солғы 3 әріпі емес, 3 саны бірдей болу керек қой, Айналдырамыз. Міне 444 дейді. Тема достар, әрине алып аламыз. Дерскі 444, уже біздің қалтамызда 288 мың рубль қалды. 444-ті багажникке салып келдім. Енді әрмен қарай жалғастырамыз. До конца трусы жыртылғанша деген ғой. 770 712 194 118 971 072 666. Міне
666-08. Мә достар, 666 номер түскеннен кейін тағы да мен айналдырдым 100 мыңға примерно. И маған 2 блатной казахский номер түседі ғой. Мә кәдімгі эмоциямды айта алмаймын, бірақ та ол видеоға түспей қалған ғой. Мәш достар, сендерге көрсетейін десем, ол багажникте, потом көрсетем, мына жақта мен қалтамда 20 мыңдай қалды. Соған қазір до конца ашып бастайық. 670, міне 905, вообще түспейді сияқты, по-моему 20 мыңға түспейді. Так, 686. О, болды, у вас недостаточно средств, нужно 2000 рублей дейді. Біздің қалтамызда 1500 рублей қалған ғой, 777 мың рубльдан. Ал достар, сендерге көрсетейін қандай номерлер түскенін. И жаңа ғана видеоға түспей қалған номерлер де бар. Ең бірінші, давайте сендерге ең басынан бастайық. Өздерің білетіндей, міне 333 деген номер түсті ғой. Содан кейін 777 деген дерзкі номер түсті. 667 өздерің білетіндей, бірақ та алмай қояйын ба деп ойлап едім, бірақ та әдемі көрінеді екен. 444 дейді, нормально достар. 666, сосын 333, 11 деген регион, міне екінші 333 и 111, нормально, осы видеоға түспей қалды. И және де соңғысы 333-03 деген ғой. Ең осяқтағы ең королі осы номер болып тұр, маған ұнап тұр. 333 және де 03, бірақ та әттең осы екеуі видеоға түспей қалды. Ну ладно достар, зато осыны алдық қой біз. Міне 333-03 регион. Енді осы жақсы болды ғой. Мен семьяма автопарк алған кезде осы номерлерді сол автопаркқа жалғап қоятын боламын. Достар, осымен видео аяқталды. Сендермен болған мен Еркош. Видеоның соңына дейін қарағандарыңа от души. Все, давайте.